Сәлем менің көрермендерім, бүгін осындай өте дәмді шығатын капкейк пісіретін боламыз. Балалар өте сүйіп жейтін болады. Алдымен кексімізді пісіріп аламыз. Ол үшін барлық ингредиенттерді дайындап қоямыз. Бір жұмыртқаны жарып аламыз, қантымызды саламыз, сүтімізді құямыз, майымызды құямыз. Қыздар рецепті толық мөлшерін барлығын астыңғы описание жазып кететін боламын. Міндетті түрде соған қарап жасайсаңыздар, кекстеріңіз өте дәмді, жұмсақ болып шығатын болады. Енді ұнымызды да өлшеп аламыз, еріктен өткіземіз, және де жаймен осылай салып венчикпен көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қопсытқышымызды салып аламыз, тағы да араластырамыз. Қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және видеоны жоғалтып алмау үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Міне осындай массада шығады. Қыздар, кекске арналған специальный формалар бар, силиконовый, бірақ маған қағазға жасаған ұнайды, сол үшін қағазды қолдандым. Қыздар, тестаны 2 қасықтан саласыздар, жоғарыдан сәл төмен болса болады. Осылай қолыңызға алып қойсаңыздар да болады, төгіп шашырмау үшін. Міне дәл осындай мөлшерде құйып аласыздар. Кремнің бірнеше түрі бар, біреулер сливкамен, біреулер сгущенкамен, әркім әртүрлі жасайды. Бүгін мен сармаймен жасауды жөн көрдім. Мен мына жерде сармайды көп салып қойыппын, астына описаниеға жазып кетемін қанша грамм керектігін. Қантты емес, сахарный пудраны қолданамыз, сол кезде қантымыз жақсы еритін болады. Көп миксерлемейміз, 3 минуттай қанты ерігенше және сармайымыз ағарғанша миксерлейміз. Творожный сырды міндетті түрде салқын түрінде қолданыңыздар. Бұны тоже көп миксерлемейміз, 1 минуттай миксерлесек жеткілікті. Егер де асығып тұрмасаңыз, кремді холодильникке 2 сағаттай мұздатып алсаңыз, сол кезде крем өзінің формасын жақсы сақтап тұрады. Осы рецептпен 12 штук шықты. Кекстің піскен-піспегенін осылай зубочистканың арқасында көреміз. Егер де зубочисткаларымыз сухой болса, піскен деген сөз. Міне осындай воздушный, үлпілдек, өте нәзік шықты. Және өте күшті көтеріліп шықты. Жұмсақ, прям пышный болып шықты. Енді бұны міндетті түрде жасап көрмесеңіздер болмайды. Себебі өте дәмді шығады. Қыздар, кремді осындай кондитерский пакетик бар ғой, соған саласыздар да осылай әдемі қылып құйып шығатын боласыздар. Енді видеода анық көрсетіліп тұр деп ойлаймын. Осылай әдемі қылып асықпай жағып шығасыздар үстіне. Көріп тұрғандарыңыздай өте күшті көтерілген, өте дәмді болып шықты. Міндетті жасап көріңіздер. Видео ұнаса, достарыңызбен WhatsApp желісінде бөліссеңіздер болады. Міндетті түрде пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видеолар салатын боламын. Түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін.